Сәлем достар, бүгін біз сіздермен лағман жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен 500 мг салқын суға бір жұмыртқамызды, біраз қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды салып отырып, өте қатты қамыр иетін боламыз. Бұл қамырымыз өте қатты болу керек, сонда лағманымыз жақсы созылатын болады. Қамырымызды табада жақсылап илеп болған соң, ұнымызды жақсылап араластырған соң, оны үстелдің үстіне алып жақсылап илейміз. Себебі арасында түйірі қалмау керек. Бұл түйірі қалатын болса, бұл лағман созған кезде бізге кедергі келтіреді. Міне жақсылап илейміз. Илеп болған соң, оны пакетикке салып, 1 сағатқа тұндырып қоямыз. Оның июі қанғанша, тағы 1-2 рет 1 сағаттың ішінде қамырды қайтарсаңыздар, өте жақсы болады. Дайын болған қамырымызды жайып, оның үстіне майлап, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл қамырдың бетін майлағандарыңыз дұрыс, себебі біз қамырымыз қаязып қалуы мүмкін. Міне қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шықтық. Енді қамырымызды үстелдің үстіне дөңгелетіп отырып, созатын боламыз. Бұл барлығы біркелкі болуы керек, себебі лағманды әрі біркелкі, әрі жіңішке болып шығады. Міне осылай үстелдің үстіне созылған лағманымызды енді ыдысқа орналастырамыз. Ыдысқа орналастырғанымыз жақсы, себебі үстелдің үсті артық май болмайды. Міне қамырымызды дөңгелетіп орналастырған соң, бетіне сұйық майдан жағамыз. Әр қойған сайын қамырымызды сұйық май жағып отқандарыңыз дұрыс болады. Себебі қамыр әдемі созылады, әрі қаязымайды. Міне екінші қамырымызды да дәл осылай үстелдің үстіне дөңгелетіп, созып шығамыз, жіңішке қылып, әрі бір тегіс қыламыз. Енді осылай созылған қамырымызды келесі қамырға жалғап, барлығын тізбектеп тізіп шығамыз. Міне барлық қамырларды осылай дөңгелетіп, майлап отырамыз бетін. Міне қамырларымызды барлығын осылай үстелдің үстінде дөңгелетіп отырып созып, бірінің үстіне бірін арасын майлап отырып, тізбектеп тізіп шығамыз. Және осы дайын болған қамырымыздың бетін майлап, бетіне пленкамен жабатын боламыз. 1 сағатқа қойып қойғанымыз дұрыс, себебі июі қанып, әдемі созылады. Және ашық жерлері қалмауы керек.
ауа кірмейтіндей қылып жауып қоямыз. Бұл тұнып тұрған кезде біз бетіне салмасын дайындайтын боламыз. Етімізді қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Міне етімізді суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылып болған соң, оның бетіне пиязымызды майдалап турап салатын боламыз. Ет пен пиязды жақсылап қуырып алып, оның үстіне сәбізімізді, сосын редкамызды салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Бізде сәбізіміз бен редкамыз жақсы қуырылу керек, сол кезде дәмі өте әдемі шығады. Міне қуырып болған соң, картопымызды майдалап турап, бетіне томат салып, жақсылап араластырамыз. Бізде томатымыз неғұрлым жақсы қуырылған сайын, подливкамыздың дәмі соғұрлым әдемі болады. Енді үстіне болгар бұрышын, чеснок, сельдерей қосып, жақсылап қуырамыз. Сельдерей қоссаңыздар, лағманның подливкасы өте дәмді болып шығады. Міне осылай барлығын салып, жақсылап қуырамыз. Қуырып болған соң, міне жақсылап қуырып болған соң, үстіне су құйып қайнатамыз. Бұл қайнап шыққанша біз қамырымызды жіңішке етіп созатын боламыз. Міне қамырымыз созған сайын жіңішке болып шығады. Осылайша қамырымызды жіңішке етіп созып дайындайтын боламыз. Бұны қамырымызды созып жатқан кезде ыдысқа су құйып қайнатып алыңыздар. Себебі қайнап тұрған суға салып пісіретін боламыз.
Міне осылайша тізбектелген қамырларымызды шетінен алып отырып созамыз. Бұл өте жіңішке болып шығады қамырды созған сайын. Егер менің каналым ұнаса, подписаться батырмасын басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Осылайша біз екі тізбектелген қамырымызды қолымызға орап, лағманды созуға кірісеміз. Міне осылайша қолдарыңызға орасаңыздар, қамыры оралған сайын созылады әрі жіңішке болып шығады. Міне екі тізбекті қамырымызды қолымызға орап, оны үстелдің үстіне дөңгелетіп бұрғылап отырып, қамырымызды жіңішке етіп созамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жіңішке әрі әдемі болып шықты. Енді бұл қамырды қайнап тұрған суға салып, шанышқының көмегімен араларын ажыратамыз. Ажырап болған қамырымыздың қайнап болғанынша күтеміз. Қамырымыздың арасын барлық осылай шанышқының көмегімен ашып аламыз және де осылай араластырамыз. Қамырларыңызды ашып алмасаңыздар, ол арасы жабысып қалуы мүмкін. Міне біздің қамырымыз қайнап шықты. Енді оны сүзіп алып, табамызға саламыз. Міне табаға салған қамырымыздың үстіне сұйық май құйып, осылай араластырыңыздар. Енді салмасына келетін болсақ, оны заправить етеміз. Оған зелень, қызыл бұрыш, тұз, қара бұрыш, паприка салсаңыздар болады. Осылай салмасының дәмін келтіріп, қайнатамыз. Бізде лағманымыз дайын. Оны ыдысқа салып, осылай ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.